Баршаңызға сәлем. Барлық пән мұғалімдері үшін бұл видео пайдалы болады деген сенімдемін. Сол себепті видеоны аяғына дейін қарап, лайк басып, тіркеліп қойыңыздар. Сабақтың тақырыбын табу үшін оқушыларды алдымен тақтаға шақырамын. Қолдарына А4 көлеміндегі қағаздар беремін. Қағаз сыртында суреттердің жарты бөліктері, ішінде сабаққа байланысты сұрақтар болады. Оқушылар сұрақтарды номерлері бойынша ретмен оқып, жауап беріп, бөліктенген суреттерді тақтаға жабыстырып шығады. Барлық оқушы сұраққа жауап бергеннен кейін тақтада бір бейнеленген сурет пайда болады. Солайша сабақтың тақырыбы ашылады және мақсатымен таныстырып шығамын. Әрі қарай оқушылардың критикалық ойлау қабілетін зерттеу мақсатында экраннан 1 минут қарауға сурет көрсетемін. Содан кейін суреттегі үйдің терезесі нешеу болды, шатырының түсі қандай еді деп сұрақтар қойып, сабаққа дайындап аламын. Келесі тыңдалым дағдысы орын алады. Сабаққа байланысты жаңа сөз, видео көрсетіп, тапсырмасы жүреді. Әрі қарай сағат дос әдісімен оқушыларды топтастырып, әр топқа тапсырма беремін. Сағат дос әдісіндегі уақыт бойынша 9:00-ге бір тапсырма беремін. Сағат 12:00-ге басқа тапсырма, 15:00-ге тағы да басқа тапсырма беріп отырамын. Сағат 12-ге оқушылар басқа достармен топтасып, жаңа тапсырманы бірігіп орындайды. Мысалға, бұл сабақта жоба қорғау тапсырмасын берген болатынмын, ал 15:00-ге тас әдісі арқылы оқушылардың қаншалықты жаңа сөздіктерді меңгергендігін тексеру үшін осы әдіспен жұмыс жасаймын. Сабақ соңында оқушыларды формативтік бағамен бағалаймын және оқушылар стикерге өздерінің кері байланыстарын жазып кетеді.